Бұл видеода сіз ерекше логикалық сұрақтарға жауап бересіз, бірақ бұл сұрақтардың бәрін шынымен де ақылды адамдар ғана шеше алады. Комментарийде міндетті түрде өз нәтижеңізді жазып кетіңіздер, ал біз видеомызды бастаймыз. Бірінші сұрақ. Джон жергілікті мафияның бастығына жылқы баптаушы болып жұмысқа орналасады. Джоннан бұрынырақ жұмыс істеген ат бапкері аттарға дұрыс қарай алмай, белгісіз жағдайда жоғалып кеткен. Әр күн сайын Джон таңертең жылқыға дәл 4 литрлік ыдысқа су құйып апаруы керек. Бірақ бір мәселе бар. Джонда тек 3 және 5 литрлік банка бар еді. Енді сұрақ. Джон осы екі ыдысты пайдаланып, қалайша 4 литрді бөліп ала алады? Бұл жерде Джонға логикалық ойлау көмектеседі. Алдымен ол 5 литрлік банканы толтырып алу керек. Сосын сол суды 3 литрлік банкіге құюы керек. Сонымен 5 литрлі банкіде 2 литр, ал 3 литрлі банкіда 3 литр су қалады. Енді 3 литрлік банкының суын төгіп тастаймыз да 5 литрлі банкының қалған 2 литрін суын соған құямыз. Сонымен 3 литрлі банкіде 2 литрлік су, 5 литрлі банкіде ештеңе қалмайды. Енді 5 литрлік банкыны суға толтырып алып, сол банкідегі суды 3 литрлі банкі толғанша құямыз. Нәтижесінде ішінде 2 литрлік суы бар 3 литрлік банка 1 литр құйылғаннан кейін толып кетсе, ал 1 литр суы алынған 5 литрлік банкада 4 литрлік су қалады. Екінші сұрақ. Қалада үлкен дауыл болып, 2-3 сағат ішінде еш жерде электр энергиясы болмады. Том осы уақытта өз әріптестерімен офиста болатын. Электр энергиясы қайта оралған сәтте Том өлі күйінде табылады. Оқиға орнына келген полицейлер куәгерлерді тергей бастайды. Мария өзінің келіссөздер бөлмесінде отырып, жарық келмегенше ешқайда шықпағанын айтады. Джозеф те өзінің асханада отырып, ешқайда шықпай музыка тыңдағанын хабарлайды. Кристина болса өзінің алдымен бірінші қабаттағы сусын автоматынан кола алып, жоғарыға көтеріліп холда отырғанын айтады. Үшеуінің де сөздерін тыңдаған полицейлер кімнің өлімге қатысы бар екенін бірден біледі. Сіз қалай ойлайсыз, осылардың қайсысы өтірік айтып тұр? Кристина, себебі ол сусын автоматынан сусын алғанын айтты. Естеріңізде болса, бұл уақытта электр энергиясы болған жоқ, ал сусын автоматтары электр энергиясымен жұмыс істейді. Кристина өтірік айтты, демек оның өлімге бір қатысы бар. Үшінші сұрақ. Әлемде апокалипсис болып, жер бетіндегі жан-жануар мен өсімдіктер мутацияға ұшырап, өте қауіпті болып кетті. Мұрат Әбділда өз үйінде Жезуқаның новый сериясынан кейін демалып, көп ақшаға виски сатып алып, мас болып ұйықтап қалған болатын. Сөйтіп ол орнынан тұрып далаға шықпақшы болады. Бірақ далаға апаратын 3 есіктің ар жағында 3 түрлі қауіпті тіршілік иелері тұрғанын біледі. Бірінші есікте үлкен улы масалар, екінші есікте үлкен адам жегіш өсімдік, үшінші есікте үлкен ақырған аю. Мұрат Әбділда қайсы есікті таңдағаны дұрыс? Екінші есікті, себебі бұл есіктің артында өсімдік қауіпті болса да, ол бір орында тұрады. Ал Мұрат болса, оның жанынан оп-оңай лып-лып етіп өте шығады. Бірақ жалпы осы 3 есіктің кез келгенінен өте алушы еді, себебі оның өмірге деген талпынысын білесіңдер ғой. Төртінші сұрақ. Бір бай аристократ Лондонның шетіндегі сарайында тұратын. Қараша кезі болатын, ол өзінің 70 жасқа толу мерейтойын тойламақшы болады. Бірақ туған күніне аз уақыт қалғанда ол өз сарайында өлі табылады. Оқиға орнына келген детектив бұл қастандық екенін баяндайды. Ол сол кезде үйде болғандардың бәрінен қастандық кезінде не істегендерін сұрап шығады. Аспаз ол кезде асханада мерейтойға ас дайындаған, аристократтың ұлы бөлмесінде ұйықтап жатқан.
Аристократтың әйелі ауладағы бассейнде шомылғанын, ал үй тазалықшысы болса сарайдың терезелерін тазалағанын айтқан. Сіздің ойыңызша осылардың қайсысы өтірік айтып тұр? Бұл аристократтың әйелі болатын, себебі енді есі дұрыс адам қараша айында суық уақытта бассейнде жүзе ме екен. Тек ол адам Мұрат Әбділда болмаса, себебі оны ешкім де сындыра алмайды. 5-ші сұрақ. Мұқияттылыққа арналған тапсырма. Мына фотода ненің дұрыс емес екенін табыңыздар. Бүгінгі видеомыздың соңы достар, егер сіздерге бүгінгі видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Қанша сұраққа жауап бергендеріңізді, нәтижелеріңізді комментарийге жазып қалдырыңыздар. Бізбен бірге топта болыңыздар, сау болыңыздар. Өмірге деген махаббатыммен бүйтіп тұршы. Өмірге деген махаббатым, өмір, жейм, байым, ішем, өз еңбегіммен талпынам. Бәр нәрсені көріп қалам, жеп қалам, ішіп қалам деп үйренші де. Мән кейіп жүресің, бүйтіп. Ақсақ қой түстен кейін маңырайды деп ең соңында бүйтіп. Өмірге деген интересің жоқ қой, кім бауырым? Бетіңе айтайын. Артынан сөйлемеймін мен, сен бетіңе айтам. Өмірге деген сенде желание жоқ па?